Педагогикалық қызмет бұл жай ғана мамандық емес, бұл үздіксіз ізденісті, төзімділікті және бала жанына деген шексіз құрметті талап ететін үлкен жауапкершілік. Менің педагогикалық ұстанымым зерттеу арқылы оқыту және ізденіс арқылы даму. Педагог зерттеуші ретінде менің мақсатым оқушыларға дайын географиялық фактілерді беріп қана қоймай, олардың бойында табиғат пен қоғамның өзара байланысын түсінетін зерттеушілік дағдыларды қалыптастыру. Мен географияны статикалық пән емес, үнемі өзгерістегі тірі жүйе ретінде оқытамын. Менің әдістемемнің өзегі білім беруді цифрландыру және жасанды интеллектімен географиялық ақпараттық жүйелерді сабақ үдерісіне терең интеграциялау. Сабақтарында ArcGIS және QGIS элементтерін қолдана отырып, оқушылармен бірге жергілікті өңірдің цифрлық карталарын жасаймыз. Бұл оқушылардың кеңістіктік ойлау қабілетін дамытады. Жасанды интеллект алгоритмдерін климаттың өзгеруін болжау, демографиялық процестерді талдау және табиғи ресурстарды тиімді пайдалану сценарийлерін құру үшін пайдаланамын. Сабақтарында әртүрлі әдістерді қолданып, оқушыларға нақты экологиялық немесе экономикалық мәселелерді шешуді тапсырамын. Бұл олардың функционалдық сауаттылығын арттырады. Педагог зерттеуші ретінде менің жұмысым нақты деректермен расталады. Оқушылар жетістігі соңғы 3 жылда менің шәкірттерім республикалық ғылыми жобалар жарыстарында, географиялық олимпиадаларда жүлделі орындарға ие болды. Әдістемелік таралым география сабағында қолдану бойынша геоэкономика негіздері тақырыбындағы авторлық бағдарламам аудандық және облыстық деңгейде оң бағаланып, әріптестер арасында таратылуда. Менің білім беру саласына қосқан үлесім тек сабақ берумен шектелмейді. Мен заманауи оқу бағдарламаларын жетілдіруге бағытталған семинарлар мен шығармашылық топтардың белсенді мүшесімін. Оқу үдерісіне жаңа технологияларды енгізу арқылы мектептің білім сапасын арттыруға атсалысып келемін. Өңірлік экологиялық жолдар мен таза Қазақстан акцияларының аясында оқушылардың экологиялық мәдениетін қалыптастыруға бағытталған волонтерлік жұмыстарды үйлестіремін. Педагог зерттеуші ретінде менің басты мұратым технология мен білімді ұштастыра отырып, ертеңгі күннің сын-қатерлеріне дайын, жаһандық деңгейде ойлай алатын патриот ұрпақ тәрбиелеу. Тоқтаусыз ізденіс пен кәсіби кемелдену менің басты өмірлік ұстанымы.